Келесі мысал. Ауырлық күші 200 ньютон болатын дененің массасын табыңыз. Берілгені F ауырлық 200 ньютон. Еркін түсу деуі бізде 9,8 ньютон килограмм. Табу керек масса. Талдау. Ауырлық күш ол бізде масса көбейту G. Бұдан масса табу үшін күшті бөлеміз G-ға, еркін түсу деуіне. Яғни осы формуламен шығарамыз. Шешуі. Масса тең болады 200 ньютон бөлінген 9,8 ньютон килограмм. Ньютон қысқарады. Сонда бізде жуықтағанда 20,4 килограмм шығады. Жауабы 20,4 килограмм.